Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді қуырдақ жасап көрсететін боламын. Ол үшін бізге керекті заттар: ет, қырыққабат, пияз, тәтті бұрыш, сәбіз, қызанақ және де картоп. Ең алдымен көз мөлшермен майымызды құйып аламыз. Одан кейін қызып тұрған майға етімізді салып, жақсылап сорпасы шыққанша қуырып аламыз. Келесі пиязымызды салып, етімізбен бірге жақсылап қуырып аламыз. Етіміз бен пиязымызды қуырып алғаннан кейін сәбіз бен қызанақты салып араластырамыз. Жарты қасық көлемінде тұз саласыздар. Күнделікті өздеріңіз үйде қолданып жүретін әртүрлі дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар болады. Тамаққа кішкене дәм беру үшін соус қостым. Енді барлық қоспамызды қосып болғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Келесі қырыққабаттарымызды салып, араластырып қуырып аламыз. Тәтті бұрыштарымызды саламыз. Барлығын жақсылап қуырып, араластырып алғаннан кейін 1 стакан жылы суымызды құйып, 5 минутқа қайнатып, артынша картопымызды саламыз. Осымен біздің қуырдағымыз дайын. Егер де менің жасаған қуырдағым ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар.